Құрмет көрермендер, біздің шоудың көрермендер, көңіл күйлеріңіз жақсы шығар. Ендеше білетін боларсыздар, 2007 жылдары Азия тобы деген әдемі топ болды. Соның алғашқы құрамынан Азамат Тахир деген жігіт бөлім шыққан болатын. Ол кісі ән айтуды қатырады, әзіл әндерді қатырады, өзі ойлап табады, импровизге де жақсы. Ендеше құрмет көрермендер, қарсы алыңыздар, біздің шоуда Азамат Тахиров. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Тамаша. Өте күшті, жаңа сырттан қарап жатырмын мұнда. Енді мен мұнда қонақ қылып стендапер ретінде шақырды, бірақ менің бұл сахнада қазір көрсететінім, айтатыным, ол кәдімгі өздеріңіз үйреніп қалған стендаперлерге қатты ұқсамайды, ерекшелеу. Менікі кішкене жасыма сай десем де болады, біраз жасқа келгем. Музыка әлеміне сәл саяхат жасасақ, сәл қызықпен қалай қарайсыздар? Көңіл күйіміз жақсы ма? Онда бапой болады, то есть менімен бірге қосылып ары қарай айтамыз. Мен бір әнді бастаймын, сіздер қосыласыздар. Келісеміз ба? Онда бәрімізге белгілі қандай? Анашым әнін білесіздер ғой? Иә? Шет жүрсем сағынарым, жабықсам сағынарым, анашым бір өзіңсің, абынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ордаймайды, анасы бар адамда. Әдемен ғой, қартаймаңыздар. Ал енді, мен мұнау музыкада өзім әнші емеспін, бірақ ән айтқан жақсы көрем. Байқадыңыздар, актермін, негізі мамандығым. Бұл өлең айтып, сахнаға шыққам. Кезінде өздеріңіз білесіздер, Азия тобын естігесіздер білесіздер, апмай. Соның кезіндегі ғажайып күй әніме бір әдемі, бір сахнаға шығып, жұлдыздармен араласып, жұлдыз болып көрдім. Бірақ кейін музыка сәл қазіргі сіздердің жастардың алып келіп жатқан нәрселеріне үлгеремей қалдым. Сәл жете алмай қалдым. Сосын кейбір жерінде қалай, бір жерінде ренжідім, бір жерінде көңілім қалды, бір жерінде қуандым. Біздің жастар өте талантты, қазір бүкіл әлемге өзін көрсетіп жатыр, қазақтың атын шығарып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде кезінде біз бала күнде тыңдап өскен әндердің бірі, мына орысша, қазақша, Дос Мұқасан тобының әнін естіген шығарсыздар. Ал енді соған қосылыңыздар, жарай ма? Иә. Күндізде, түнде де сені іздедім. Жоқсың сен, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Түнімде таңым бол, маған келесің. Түнімде таңым бол, маған келесің. Днем и ночью я ищу давнюю мечту, но не зная, где она, все равно ищу. Ты приходишь, как мираж, в предрассветном сне, но я верю, мое счастье улыбнется мне, но я верю, мое счастье улыбнется мне. Тағы басқа әндерде айтып, тілдерді айтуға болады дегенім ғой. Бірақ сол кезде осы әндермен өстік, кейін бір бізде болған көше әні, сахна әні деп бөлетінбіз. Баяғыда Союздың кезінде сондай бір тәртіп болған. Сол кезде
мына көше әндері сахнаға шыға бастаған кезде мен кішкене ренжи бастадым. Бұл қалай? Көше әні ғой ол. Сахнада айтылмау керек қой. Бірақ шығып кетті. Кейін сахнада өзін көрсетті. Оның басында жаңағы өздеріңіз білетін АБК тобы, одан кейін басқа да топтар көп әндер шығарды. Сосын болды, мен өлең айтпаймын дедім. Бірақ қалай айтпайсың? Өлеңді естіп, сен дауысыңды естіп үйренген адам сұрайды ғой. Азеке, бір өлең айтып жүрші. Айтпаймын демейсің ғой. Жарайды, айтасың. Кейін әндердің арасында мынандай ой келді. Әй, мына сөзі келмейді ау, сөзімен әні келмейді ау деген енді олай. Әрқайсыларыңызда болады ғой, іздейсіздер. Мынаның сөзі бөлек екен, әнімен бөлек екен. Сонда мен мынандай бір ойға келдім. Бала күннен бір естіп өскен бір күшті ән бар. Ана Қошақан әнін білесіздер ғой, Жазапамның алына, білесіздер ғой? Сол күшті ән, көңілді әні, бірақ сөзіне қарасаңыздар ана жерде не ғой? Сағыныш қой, Қошақанға деген. Қошақан сағынады ғой. Сол сияқты тағы бір келіспейінен бір келтіретінен, ана Мұзарттауын білесіздер ғой, көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып. Ана жерде қуанып деп енді, қуаныш жайлы айтып жатыр ғой. Бірақ ән десе. Екеуін ауыстырдым ғой. Келет сияқты да. Жаздапанның ауылына барып едім қыдырып, бір Қошақан шықты алдына ойнап жүгіріп. Апам оған жем берді, атам оған су берді, Қошақаным тойып алып, ойнап жүгірді. Ақ маңдайлы мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, Қошақаным қайда екен, Қошақаным сайда мекен, қайда екен. Келеді ғой, сағыныш бар ғой, сағынып айтады кішен. Сонан кейін енді біздің кезімізде білесіздер ғой, кез келген концерт көбінесе қандай әндермен аяқталып жатушы еді? Атамекен әні бар, Вот сол Атамекенмен өзімнің осы сіздердің алдарыңыздағы выступлениемді, қойылымды аяқтаймын десең. Жайлау жасыл, кілем төкті, кілем көк, кілем көкте, аунаймын кілем көк. Сипап өткен қазағымның алақаны деп білем, маңдайымна самалды. Жүрсең қайда бекен ата, жатады екен көкейіңде деп бітіресің. Кешіріңіздер, бұл әрине қалжың ән, қалжыңмен шыққан ән. Әрине қазағым бұл үшін мені жазаламас. Көп рахмет, келесі кездескенше.